Қайырлы күн, баршаңызға каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ораза айында ауызашарға ерекше ыстық тамақтармен бөліспекпін. Өте дәмді, жасалуы оңай болады. Тефтели және қасына гарнир. Видеоны соңына дейін көріп бірге болыңыздар. Ең алдымен қызып тұрған ыдысымызға май құямыз. Одан кейін күнделікті тамаққа турағанда пияз турап және сәбізді үккіштен, яғни теркадан өткіземіз. Қызып тұрған майға салып араластырамыз. Қуырамыз, яғни одан кейін томат пастасын салып араластырып тағы да қуырып аламыз. 2-3 минуттай қуырып аламыз жақсылап. Міне одан кейін су құямыз. Енді қалауларыңыз бойынша дәмдеуіштер дәміне қарай тұз салып бетін жауып қоямыз. Енді қайнағанша тефтели дайындаймыз. Ол үшін фарш, яғни фаршқа пияз майдалап турап, я болмаса блендермен өткізсеңіздер болады. Дәміне қарай тұз, бұрыш салып жақсылап араластырамыз. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Міне фаршымыз дайын болды. Енді дайын болған фаршымыздан тефтели дайындайтын боламыз. Ешқандай жұмыртқа қосудың қажеті жоқ. Езіліп, таралып кетпейді. Піскен уақытта сол қалпы болып піседі. Міне тефтелилеріміз осындай формада домалақтап жасасаңыздар болады. Міне тефтелилеріміз дайын болды. Енді суымыз қайнады. Міне осыған салып шығамыз тефтелилерді. Бетін жауып 30 минутқа қайнатамыз жай отта. Енді гарнирін дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге ыдысымызға сұйық май құйып, күрішті алдын ала 3-4 рет жақсылап жуып аламыз. Және қызып тұрған майымызға міне осылай күрішті салып қуырамыз. Араластырып отырып. Тұз салып жақсылап тағы да бір араластырамыз. Одан кейін су құямыз. Суы күріштен сәл асу керек. Қақпағын жауып, баяу отта 20 минут бұқтырамыз. Міне дайын болды күрішіміз. Өте дәмді және мынандай шашылып тұрады, езіліп кетпейді. Осы рецептпен пісірсеңіздер өте күшті болып шығады. Мінекей тефтелиіміз де дайын болды. Енді күрішімізді кесеге салып тарелкаға төңкереміз. Сонда өте әдемі болып шығады, сол қалыпқа түседі. Енді қасына тефтели салып подливін саламыз. Қасына қияр, қызанақ қойып әдемілеп ұсынсаңыздар болады. Және күріштің бетіне кетчуп жақсаңыздар болады, сонда өте дәмді болады. Міне тамағымыз дайын. Тағы да бір тарелкаға салып көрсетемін. Өте ерекше ыстық тамақтардың бірі. Сіздерге де жасауға кеңес беремін, ұнайды деген сенімдемін. Егер видео рецепт ұнап жатса, лайк басып, пікір қалдырып, тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Міне осындай әдемі тамақтардың бірі болды. Сіздермен болған жан сая, келесі видео рецептте кездескенше сау болыңыздар.